Экран көрініп тұр ғой, иә? Жігіттер, қыздар. Все, экран көрініп тұр ғой қазір. Все, онда жалғастырамыз. Так, мына жерде бізде ешқандай не қосылып тұрған жоқ. Индикатор ештеңе қосылып тұрған жоқ. Біз бірінші, вернее, мен негізінде мына жақтан бастағанмын анализ. Осыдан пәленбай уақыт. Тағы көрініп тұрса, естіліп тұрса жазып жіберіңіздер, что-то үнсіз қалдыңыздар ғой. Базарлық запись жүріп жатыр, бірақ сонда да. Все. Мына жерде растущий трендтерді белгілеп шыққам, мына жақтан бастап. Ең соңғы осы жерден бастап белгілеп шықтым. Көтеріліп, осыдан түскен жерден бастап міне мынада. Мына не болды? Осыдан бастап растущий трендтерді көтеріп шықтым. Белгілеп шықтым, иә. Содан кейін бір күндікке қойдым. Міне, растущий тренд. То есть бұл осы жерден былай қарай төмен құлау үшін мына жерден өткеннен кейін ол төмен құлайды бері қарай, понятное дело. И осы жерге жақындаған кезде ол негізінде естеріңізде болса, мен қайта айтқам, мына жақтан төмен түсу керек деп, осы жерден іздейміз деп ана челлендждің жоғары жағын қарасаңыздар бар. Оған дейін түспеді. Содан кейін 4 сағатты қалып білеміз. Белгілеп аламыз міне. Содан кейін 1 сағатты қалып білеміз. Бәрі осының бойымен жүріп отырады. Вот. Енді бұған мынау жасыл, қызыл сызықтарға мән бермей қойыңыздар. Бұл просто жалпы трендті көріп отыру үшін. Негізгі кеше біз не үшін кіргеніміз ол мына жерде. Мына екеуін өлшеп тастасақ, мысалы, өлшемей қояйықшы, не үшін өлшейміз? Вот. Кеше біздің кірген жеріміз ол мынау, осы жерлер примерно. Мен кеше сіздерге сағат қазір айтамын. Ең бірінші сообщение қаншаларда кетті? 16-14-те мен кеше жазғам, как раз қыздарым келе жатқан, әйелім мен қызым келе жатып, мен аэропортта отырған кезде жазғам, телефонмен анализ жасап, өйткені осы точканы мен кешеден бері көп күткем. Міне осы точка, міне мына жер. Осы жерден бастап кіреміз, міне осы жер. Осы жерде. Неге? Өйткені 1 сағат тренд жоғары қарай кетіп бара жатыр. Міне астыңғы линиясы бар. Былай тартатын болсақ. Міне асты бар, үсті бар, асты бар, иә. Үстіне келді, қайтадан астына келді, үстіне қарай келді, и астына. Вот осы жерде келген кезде мен кірем деп алдынан бері күтіп жүргем. И тура осы жерде бізде кеше паттерн пайда болды. Мынаны былай қарай жинап тастайық. Примерно осы жерде. Жаңағы пайсыларға не үшін кірдік, анау мынау деген әңгімелер ғой. Вот мынау астыңғы линияға келді, және осы жерден поглощение пайда болды. Плюс мен кеше мынау типионды қосқан кезде, міне, ол мына жерден көп стратегиялардың несі бар да, қосындысы бар. Но в общем в целом каждый осы стратегияның бәрі бізде челленджде де бар, и бесплатный каналдың ішінде де бар. Осының бәрін берген. Мынау еще кешегі біздің кіргеніміз ең бірінші не? Ең бірінші стратегия. Мына жерде тұр. Аз көрсетейін. Бір минут. Міне мына стратегия. SNR паттерн деген стратегия. Плюс TPO туралы мен осы жақында салған.
То есть бұл жерде новый ештеңке жоқ. Букмэп анау мынау ештеңке жоқ. Вот осы жерден чуть ерте кіріп кеттік. Неге? Өйткені біз мына жаққа стопқа жақындаған кезде мен жазып жібергенмін, типа стопты өзгертеміз анау мынау деп. Біраз адамдар үлгермей қалды, но передоход болды. Өйткені біз кеше челленджді қарайтын болсақ, қазір бір минут. Мына жерде мен кеше жаздым. Я там жауа салайық былай қарай. Вот стоп 32-80 деп жазғам. Неге 32-80? Өйткені бізде 32-80 мынау болса. Өйткені бізде мына жерде СНР зонаның несі болған, ретест болған мына жерде. Мынау СНР, мынау ретест, мынау осылай кету керек болған. То есть мынадан ол төмен түспеу керек болған осы жерден. Міне мына жерден. Но манипуляция болды. Ну, ничего страшного. Так вот, осы жерден біз кірдік. Неге мен асығып ерте кірдім? Өйткені мен ойладым, қазір мысалы бір сағатқа қойсақ, қазір мына сабақты қайта қайта көрсеңіздер түсінесіздер не үшін екенін. Вот өйткені мен ойладым, былай кетіп қалуы мүмкін деп, мынаның бойымен. То есть ол төмен қарай түспей, мынаның бойымен жоғары кетіп қалуы мүмкін деп ойладым да. Но олай кеткен жоқ қазір. Осылай бердім. Және мына жерде мынандай нәрсе болды. Мына жерде бізде имбаланс бар. Тура сол туралы мына жерде жазылған. ТВХ сломның ретесті немесе реверс имбаланстың тесті. Міне мынау. Міне мына жер. Бұл міне тұр. Міне. Реверстің тестінен деп. Содан кейін біз чуть жүргіземіз. Мына жерден біз кірген жоқпыз. Мына жерден ол көтерілді. Міне, значит, имбалансты полностью жапты. И осының тестінен кіреміз деп, иә. Міне жоғары қарай кетті. Сол кезде біз осы жерден кіріп, стопты осы жерге қойып, 80-нің деңгейін. Фейкті мына жаққа дейін бірақ тартамыз деген. Осы жаққа дейін. Міне. Еще ол туралы мына жерде жазылған. 33-90-ға дейін барады деп. Ол бізде болу керек еді. Бірде 5,5. Ну, то есть, или $100 жоғалтамыз, или $500 табамыз деген сияқты әңгіме болу керек еді. Естеріңізде болса, мен сіздерге айтқам, что позицияларға біз былай кіреміз деп, то есть ТВХ-дан бастап стопқа дейін өзімізге берілген, например, ChatGPT-мен, басқамен біз лот есептейміз ғой, мысалы бізге 0,10 деген лот берсе, онда біз 0,01-мен осы жерден былай қарай 10 рет кіруіміз керек болған осылай. Естеріңізде болса. И все. То есть осылай біз кіруіміз керек болды. Содан кейін как раз кеше бізде кешегі күнгі жаңалықтарды көрейік. Мына жерде полностью не болсын, полностью кеше біз не үшін кірдік, анау мынау, соған бір кішігірім разбор болсын. Кішігірім емес, прям полный разбор болсын, чтобы түсінетіндей. Не үшін біз кірдік, және қай жерлерден не үшін біз доливка жасадық деген сияқты. Вчера дейді. Кеше бізде осы жаңалықтың кезінде, міне осы жаңалықтың кезінде ғой деймін. Жоқ, кеше бізде серьезный жаңалықтар қойды. Анау алдыңғы күн болады ғой. Қазір бір минут. 21-і болады ғой, дұрыс па? 22-сі болады. 22-сі болады, иә? Қазір суббота болды ғой, получается, иә. Міне, осы жаңалық. Индекс деловой активности PMI 18.45-те. Дәл жалғастырамыз. Бізде 18.45 ол мына жер. Міне, тура осы жер. И вот кеше біз кірдік осы жерден. Ол кетті, ақырындап көтеріліп кетті.
И тура жаңалыққа жақындаған кезде бізде мынандай ситуация болды. Тура жаңалықтың кезінде біздің стопымызды міне осылай алды. Үлгермей қалған жігіттер мен қыздарға өте обидно стоп болды. Өйткені мынау бізде мысалға 80 болып тұрса, 80 болып тұрса, біздің стопымызды осылай ғана тиіп кетті. Но бірақ оны кеше жаңалыққа жақындаған кезде 1000 пипс болу керек, анау мынау оның бәрін жаздық. Әлем балансы жақпады. Ә, Иә, кім бар арамызда комп қылғанда тиіспеңіздер, стоп қозғалмаңыздар, кіргенде доливка зонаға келді, кіргендерге доливка келді, кірмегендер осы жерде можно деп. Стоп сол старый тұрсын, потому что 18:30, 18:45-те жаңалық бар, сол іліп кетпесін деп. Келесі доливка зоналар деп мен көрсеттім. Ол бізде 33-40-тың деңгейлері. Дальше бір сағатта жақсы поглощение тұр. Мына жерде бізде бір сағатта жақсы поглощение болған. Неге жеттім? Вот мына жерде бізде бір сағатта жақсы поглощение болған. Қазір 1 минут. Мен мына поглощениені айтып отырдым сол кезде. Но бірақ жаңалықпен бізде не болды? Манипуляция болды. Ничего страшного. Вот осылайынан болды. И содан кейін бізде осы челлендждағы жігіттер мен қыздардың біраз үлгермей қалып, даже стоп болса да дәл сол жерден тағы бай іздейміз деп. Сосын стоп уақытша 32-72-ге қоя тұрыңыздар. Ну и дальше там кім өзі шешім қабылдайды, ана мынау и дальше кет. Мынау уже бүгінгі әңгіме. Ладно, оған келеміз қазір. Вот мен стоппен жабылған жоқпын. Неге? Өйткені мен уақытша төмен қарай лақтыра тұрдым. Неге именно 32-72? Ол мына жер міне. Ол мынаның асты болған. Мына ликвидностьтің асты болған. Мынаның асты. Осы жерге уақытша қоя тұрамыз осы жерге. И содан кейін қайтадан жоғары тартып аламыз деген сияқты. Все, значит, стопты жылжытып үлгергендер үлгерді, үлгермегендер амал жоқ, күтіп отырды. Содан кейін келесі доливкалар бізде так ұстап отырғандар болса 1-2 пайызса қалдырып 33.05-те қойып тейкті 33 без убытокты. Содан кейін 33-33-тен сейлс дейміз деп ойлағам, өйткені осы жерлерден кетіп болу керек еді. Осы жерден қайтадан сел кету керек еді, біріншіден. Екіншіден, мына жерде мен, скажем так, ұстазым бар. Сол бүгін букмек бойынша сел деп берген. Сел брат, ана мынау QMC, сел, там стоп 33-32 деп берген. Соны қарасам, действительно мына жерде құлап кету мүмкін болып тұр. Өйткені мына жерде жаңағы двойной ретестімен не жатыр екен? СНР жатыр екен. Мынау СНР, міне оны бұзып өтті жоғары қарай, қайтадан бұзып кетті төмен қарай. И соның ретестіне келіп тұр. Мына жерде картина дұрыс болмай тұр. Но в целом осы жерде. Логика қарасақ, действительно келіп тұр. Еще не тұр. Engulfing, то есть поглощение тұр, там объем бәрі солны көрсетіп тұр. Содан кейін мен ойлағам, осы 33-тің деңгейлерінен, осы жерлерден қайтадан сел болып кету мүмкін деп. Сол себепті мен челленджға жазғам, 33-33-тен сел іздейміз деп. Бірақ кейін қарасам, ол селға дейін бармайтын сияқты. То есть сел бармайтын сияқты, оны спокойно бұзып өтіп кетті. Содан кейін 33-40-тың үстіне, мына жерде міне 33-40-тың үстіне 5 минутпен закреппен жабылса, откаттан бай іздейміз деп тағы жазып жібердім. Содан кейін ол кетті жоғары қарай. Кішкене мына жерде жыбырлап жүріп алды біраз. Біздің стопымызға жақындап, ары қашып, бері қашып. Уже бір кіріп алғаннан кейін особо қорқыныш болған жоқ. Таң алдында міне мына жерден тағы да түртіп таң алдында кетті жоғары қарай. Мынау уже жаңағы сағат 1-де жазыппын ғой мен, 40-тың үстінде. Міне таңертең жазғам, 33-33-тен сел іздейміз деп 10:45-те жазғам. Содан кейін 13:33-те, ол бізде осы жер примерно. Мына жерде біз уже негізі төмен қарай құлауымыз керек болған, осы жерлерден кетуіміз керек болған, бірақ объемдар және импульстар үлкен болып тұр.
осы жерде объемдар мен импульстар үлкен болғаннан кейін мен ойымды өзгертіп 40-тың үстіне закреп алса кетеміз деп жаздым. Негізі ол осы жерден кетіп қалу керек болған төмен қарай. Мен даже кетті деп ойладым. Осы жерден ретестінен төмен қарай кірем ба деп, мен де даже қазір сабақтан кейін может нелерін жіберемін, скриндерін жіберемін телефондағы М5-да, МТ5-та. Сол жерде бір екі үш позиция бар ссылка ашылған осы жерден. Кейін қайтадан ресми жауып тастадым, өйткені бәрібір бай болып тұрды. Байқасаңыздар, мынау үлкен мықты зона. Мына жерден біз бір кіргенбіз, стоп ұстағандар ұстады, ұстамағандар мына жерлерден қайтадан кіріп алып, біз осы жерлерден мысалы, міне осы жерлерден біз кіріп алып и дальше кетті. Одан кейін мына жаққа жақындаған жоқ. Тиеді қашады, тиеді қашады. И вот осы жерде мен жаздым, және біз көргеніміздей ол 40-тың үстінен закреп алады қазір. Міне закреп алды. Міне закреп алды. Кешегі позиция тұрған бар ма? Осыған дайын болыңыздар деп мен жазып жібердім. Және ол осы жерде келді. Міне 16.45. Осыған дайын болыңыздар. 16.46-да жазғам. Ол ретесіне келді. И мен ойлаймын, біраз адам осы жерден кірді. Өйткені мен өзім де кірдім осы жерден. Доливка, то есть бірінші доливка. Неге 40? Өйткені мына жерде бізде СМР зоналар бар. 4 сағатта там бүйтіп қарасақ, міне мынаның үстіне шығып алса болды, мынаның үстіне шығып алса болды деген ойымыз ғой. Осының үстіне шығып алса, міне мынаның үстіне, міне мынау өйткені үлкен СМР зона. Мынау міне үстіне шықты, и біз спокойно өзіміздің доливкамызды жасадық. Келді, мына жерден ретесінен кіргендер кірді, кірмесе ол қайтадан келді. Содан кейін мынау қызыл зона естеріңізде болса, ол мына зона. Бәрін өшірсең, ол мына зона. Бір күндіктегі, то есть бұл да тоже үлкен мықты зона. Негізі ол осы жерлерден кетіп қала ма деген ойда болған. Өйткені мен мына жерде жаздым. Ретесттен байға кіреміз деп. 33-40-тан ретесттен байға кіреміз жаздым. Және мен мына жерде үшеу ма солай кіріп алғам. Қазір келесін. Міне кешеден бері отырған кісілер доливка жасаймыз. Енді кіретіндер только 5%-пен ТВХ мынау, стоп мынау и тейк мынау деп. Одан кейін 33.58-дің үстіне закреп алсақ, келесі цель 34.00 деп тоже айтқам, кадрын көрсетем. Жаңағы 40-та, міне 42, 43, 44, 44. Сол жерде мен доливка алғам. 33.57-де бір жауып алып, үстінен закреп алса, тағы кіремін деп. Неге ол? Өйткені мына жерде міне 57 деңгей осы жерлер. Осы жерде мынадан төмен кетіп қалуы мүмкін ғой, сол үшін. И қазір біз 5 минутқа қойсақ, ол действительно сондай өтірік манипуляция жасады бізге. Қазір көрсетем. Üstüne. Anlıyorum. Üstüne başlayalım. Міне біз жаңа цирктің үстінен доливка болса кіреміз деп айтқам осы жерден. Доливкадан кіріп, міне осы 57-тен бір жауып аламыз. Өйткені дневной болғаннан кейін ол лақтырып тастауы мүмкін. Алған мынау, и примерно осылай көріп тұрдым, но не совсем олай болды, но нормально. Жаптым. Енді 33.60-тың үстіне закреп, 5 минутпен закреп алса, ретесттен байға кіреміз дедім. Неге олай? Өйткені мынау қазір мынаның үстіне шыққаннан кейін 58-60 болса, осының үстіне закреп алса барып, біз былай қарай кіреміз дегенбіз. Но ары қарай қандай әңгіме болды. Көтерілді. Міне мына жерге келген кезде ол өте алмай қойды дұрыстап. Закреп алады, түсіп кетеді, закреп алады, түсіп кетеді. Біз қарап отырмыз. Міне осы екі зонаның ортасында ол жүріп алды кәдімгідей. Жыбырлап. Мына жерден мен байға кіргім келіп тұрды, мына жерден. Енді жаңа бізде 5 минут 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 5
кім еді, карго деген кім еді бізде. Сол кісі осы жерден кірдім деді, 37-лердің деңгейіне. Ол жерде мен де кіргем. Міне 35-37-лердің деңгейлеріне. Міне 43 и 37-дің арасынан. Неге? Өйткені 4 сағатқа қойсақ, мына жерде бізде мынандай зона бар. Мындай солай. Мына жерде міне осындай бір 4 сағатта СНР зона бар. И осының үстінен жарып шыққаннан кейін соның ретестіне келуін күттім де, міне осы жерден бастап кірдім. Міне осы жерден бастап, міне 43-44-тен бастап кіріп, міне 37-ге дейін, 36-ға дейін осылай кіріп, и осыдан ары қарай жылып кеттік, иә. То есть мына жерде өте көп не жатыр. Пользователь мен ғой дейді, красавчик. Вот, то есть бұл жерде өте көп стратегиялардың сорпасы жатыр, поэтому пайызға кіру уақытысында мен айтып үлгермедім, типа вот осы жерден кіреміз, анау мынау деген реквизитті көріп көрдім, молодец. И вот, то есть мынау дневнойдың үстіне вроде бы шыққан сияқты, но ол әлі осы жерде тұр. Если бұл қазір жоғары қарай шығып кететін болса, қазір көрсетемін, не үшін кішкене жоғары шығу керек екен. Міне даже 1 сағаттың өзімен мынаның үстіне шығып, қазір біз бүйтіп қарасақ, міне классический брейкаут. Бүйтіп тартып қарасақ, міне тұр зоналар үстінде тұр, міне тұр. Бұны бұл бүйтіп алды да, бүйтіп келіп, өте алмай, қайтып келіп, брейкаут жасап, ретестке келіп, и мына жақта тұр да. Ол керемет. Значит, бізде әлі лонговый. Если ол лонговый болатын болса, онда біз, бай зона тұр. Ондай болатын болса, біз қазір жаппаймыз. Мысалға мен жаппаймын. Просто үстінен қайта каждый СНР зоналардан мен доливка ұстап отыра беремін бұл. Қазір біз мынаны өшіріп салайық. 1 минут. Енді біз доливканы қалай анықтаймыз? Там, например, пока ближайший жаңағы не осында тұр. То есть тейк осы жерлерде тұр. Бірақ ол по мере необходимости мына ақтың бойымен ол кете береді, жоғары қарай көтеріліп. Мынау көтеріліп кете береді, бұл да ары қарай тартылып кете береді. Осы жасылдың бойымен, мына жасылдың бойымен. Міне осылай. То есть өстіп. Мынау несі? Былай. Мына қызылдан түсіп кетпесе болды, төмен қарай түсіп кетсе, біз уже жабамыз. Осылай кете беру керек. Міне. Если бұл мынаның үстіне осылай шығып алса, онда тіптен керемет. Онда біз ары қарай кете береміз. Ар жағында уже ап-ашық. Міне, мынаның бәрін алып тастаса, онда ары қарай кете береді бұлай. То есть біз бір кіріп алдық, енді ол позицияны жаппаймыз. Сол себепті сіздерге бір, скажем, мини лайфхак, өздеріңіздің брокерларыңыздан андай не ашып алыңыздар, исламский счет ашып алыңыздар. Сол кезде слоп ештеңке төлемейсіздер, спокойно отыра береміз. Енді мына жерде неге бізде баға тура осы жерде тұрақтап қалды деген әңгімеге қайтып келетін болсақ, біз бір күндікке қоямыз. Мына жерде бізде особо ешқандай зона жоқ, оны тоқтатып алатындай мына жерде. Бірақ свечаға қойсақ, міне тұр зоналар. Көрініп тұр өзі. Міне біреу, мына жақтан 1 келген, мына жақтан 1 келген, 2 келген, 3 келген, 4 келген. Осы зона бізде қазір ұстап тұр. Тем более мынау дневнойдың мына зонасы жатыр, осыдан шығып алсақ, бізде нормально olur. 4 сағатты көрсек, қатты көрініп тұрады. Міне. Келеді, қайтады, міне. Шығып алады, қайтып келеді, ретест. Міне, міне мына жақтан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть мынау кәдімгідей алдында біреу сұрап еді. Зеркальная зона деген қандай? Вот он, зеркальная зона. Ары кесті, бері кесті, сонымен осы жерде жүр. Мынадан қазір ол жоғары қарай қиып өтіп кететін болса, онда тіптен керемет. Өйткені мына жерде бізде до конца алынбаған не жатыр.
имбаланс жатыр, 4 сағатта до конца алынбаған. Байқасаңыздар, ол мына жерде жартылай келіп, жартысына дейін келіп қайтып кеткен. И мына жерде примерно сондай болып тұр. Осы жерден мына жерге дейін келіп қайтып кетуі мүмкін. Сол үшін осы имбалансты алып алса, онда біз ары қарай шапқылап кете береді екенбіз. Бүйтіп алатын болсақ, міне тұр. Міне зоналар тұр, міне зоналар тұр, міне тұр. Вот сол себепті мен айтып отырдым, осы зонаны біз қазір өтіп алатын болсақ, онда біз ары қарай кетеміз деп. Мынау қазір классический ретестке келіп жатыр, келеді, и ары қарай негізінде кету керек. Ал енді мына жерде дәлел жасасаңыз, ол не обязательно 4 сағатқа қарап. Мына жерде даже міне қуат. Вот мына жерде даже көрініп тұр, баға осылайынан келді. Мына жерде какой-то бір зона болды, түсініксіз өте алмай жүрген. Өйткені байқасаңыздар, мына зона өте алмай жүргенде, ол мынадан бастап мына жерге дейін 5 сағат бойы мына зонаны өте алмай жүрді да, и бір кезде резко өтіп кетті. Значит, мына жерде бірдеңке бар. Значит, бізде мына жерде бірдеңке бар деп алып қарасақ болады осы жерде. Не бар екенін десеңіз, сіз үлкен таймфреймге қойсаңыз, өзі көрініп тұрады. Міне зоналар тұр, міне зоналар тұр, міне тұр, міне тұр зоналар. Өте алмай жүрді, и резко қиып кетті. Вот. Ну и дальше қарасаңыздар, мына жерде мынау бізде сопротивление болып тұрды мынау. Содан кейін қиып өтіп кеткеннен кейін ол не істейді? Поддержка болып қалады. То есть S, мына жерде R, мынау R болған. То есть сопротивление. Енді оны қиып қайтып келгеннен кейін S болды. RBS деп аталады. То есть сопротивление перешла в поддержку дегендей ғой. Тем более 4 сағаттық бар, мына жерде 5 сағаттың тұрғаны бар, мына үлкен зона бұл өткізбейтін белгілі. Сол себепті біз осы жерден доливка немесе қайтадан позиция ашуға мүмкіндік болды. Так. Мына жерде мен тоже айтқам. Міне, осы жерге жай келсе біз кіреміз деп, но ол жай келмеді, поэтому слишком резко түскеннен кейін біз кірмедік. Мынау міне бір күндік зоналар. Дальше. Дальше ар жағында просто әңгімелер. Мына жерде біз екі шотпен $10,000 анау ладно алып тұра берсін. Вот. Енді біздің шаруамыз мынау қазір бізде мынау бізде сопротивление болып тұрған. Мынау тоже резистенс болып тұрған. Мынау. Енді ол сопротивлениеге ауысты. То есть мына жерде өте алмай жүрді, өте алмай келіп қайтып кетіп, өте алмай келіп қайтып кетіп, енді өтті. Бұл даже не только 5 минуттықпен, ол даже 1 сағаттықпен өтіп алды. Қазір біз бүйтіп алатын болсақ, міне, мынау сопротивление болған, сопротивление болып тұрды, оны өтті да, қайтып ретест келген кезде, мынау уже поддержка болып қалды, саппорт. Енді бұл өткізбеу керек. Ол осының бойымен жағалап жүру керек енді осылай. Вот осылай. Енді біз келесі доливкаларды қайдан іздеуіміз керек, қалай іздеуіміз керек деген кезде біз бір күндікке қоямыз, тартамыз осылай. Міне мынаның бәрі бізде поддержка. Міне қараңызшы, қандай лонгқа күшті поддержка болып тұр. Міне мынаның бәрі бізде поддержка, ол ары кеткенде осы жерге дейін түсіп, не үшін мен без убытокты 50-ге қойдым? Ол өйткені ары кеткен кезде осы жерге дейін түсіп, қайтып кету керек. Себебі мына жерде мына зоналар тұр. Міне. Осы жерде зоналар. Осы жерге дейін бір бит түсіп, қайтып кетіп қалу керек. Значит, келесі біздегі доливкалар енді бір күндікте мына жерде жоқ, поэтому 4 сағаттан қараймыз. Қай жерде бізде доливка болуы мүмкін.
ол міне мынаның үстіне шығып алса, осының үстіне шығып алса, онда осы жерден біз міне былай шықса, осылай. Онда осы жерден қайтадан дәлірек жасай аламыз, осы жерден. Түсінікті? Одан кейінгі зона бізде мынау болады. Міне. Значит, ол осы жерден қазір бүйтіп көтеріліп, қайтып келсе, осы жерден дәлірек жасаймыз. Соны істейді да қайтып келеді. Соны мынаның үстіне шығып, мына жерге қайтып келсе, осы жерден дәлірек жасаймыз. Біздің дәлевка зоналар мыналар. Мынау и мынау. Все. Вот примерно осылай. И содан кейін дальше кете береді өзі. Ақырын ол бір сағаттықпен, там 4 сағаттықпен үлкен зоналар пайда болады. Ликвидності бар, кәдімгідей несі бар деген сияқты. Жаңағы позициясы, ликвидності бар, СНР зонасы бар, резистенс саппортқа ауысып кетеді, саппорт резистенсқа ауысып кетеді деген сияқты әңгімелер бар. А так ол енді мынаның үстіне бір шығып алса, мысалға осылай бір шығып алса, осылай. Все, и өстіп жүре беруге болады. Өстіп мынаның үстіне қарай тартып жүре беруге болады. 2025-нің соңына дейін біз 4000 көріп қалуымыз мүмкін. Поэтому сол. В общем и в целом дәл қазіргі мысалға мынау төмен откат алады деген күннің өзінде осы жерге дейін алады, ары кеткенде. Өйткені міне бізде үлкен зона тұр. Міне. То есть мынау доливка зона или точка входа. Ол былай келуі де мүмкін. Міне қазір бізде осылай тұр ғой. Осы жерден ол или былай көтерілуі мүмкін, или осыдан төмен қарай түсіп, мынаның деңгейіне осылай. Енді ол резко бүйтіп түсіп кетпейді ғой. Осыдан түсіп, осы жерлерге келсе, бүгін бізде 24 ма? Вот как раз 2-3 күн дем алып, 26-сы, 27 таман осы жерлерге келсе, онда бізде мына жерде өте керемет точка входа болады. СНР зона, тренд линия, еще осы жерге келсе, сол кезде біз мына жерден кіріп аламыз да, мынаның қиып өткенін күтеміз. Қиып өтіп, бір ретесінен дәлев жасаймыз да, дәл шарға кете береміз. Примерно солай. Бұдан былай енді көреміз, андай жылтың етіп қайта кіре бермей. Лучше жаңа астың жағынан бір кіріп алып, соны дәлевкамен отырғанымыз әлдеқайда жақсы екен. Веб туралы сұрамадым ол. Веб понятный нәрсе, ол не екені. Жаңағы магнит екені, бірақ оның логикасын түсінбегеннен кейін мен особо сұрамадым. Так, енді сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Кім өзінің депозитімен отыр, безубытты жаңағы 50-дің деңгейіне осы жерге қойып қойып, мысалы менде осы жерде 50-дің деңгейіне қойып қойып, неменде безубыток тура 50-дің деңгейіне тұр, осы жерде тұр. Дәл төменде. Осы жерде тұр. Безубытокқа қойып қойып, тейк менде осы жақта тұр. Даже мына жақта тұр. Оң жоғары жағында осы жерде тұр менде. Вот өстіп күте беруге болады. Бұл өйткені қазір көтеріліп, мынадан өтіп алады, ол примерно осылай істеу керек негізінде. Мынау қазір коробка жиналып жатыр ғой, какой-то бір. Осындай коробка жиналып жатыр. Естеріңізде болса, мен сіздерге неге жылап қалды дедіңіз ғой, сол үшін. Хорошо, сұрақ көрейін. И вот, например, мынау қазір осылайынан кесіп өтсе, жоғары қарай. Осылай кесіп өтсе, мына жерге ретестке келеді да, ол ары қарай кетеді. Кесіп өтпей, ол төмен қарай кететін болса, оны тағы көреміз. Вот примерно осындай. Әмірхан, веб қай жерде тұр дедіңіз? Қандай таймфреймде қай жерде тұр, соны айтып жіберсеңіз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қазір қойып алсаңыздар болады.
Самая высокая точка сол жақтарда дейді. Сол жақта дейді. Бір күндікпен ба? 20-сы, 21-ші. А, мынау ма? Ол веб деген бірнеше рет жауып тастаған ғой. GBP везде қарап беріңіз. Хорошо. Оны бірнеше рет жауып тастаған ғой. Міне тұр ол веб жауып тастаған. Міне тұр ол веб жауып тастаған. Міне ол жауып келе тұр. Ол веб деген прям андай моментінде жауып қалатын нәрсе ғой негізі. Былайынан шықты ма, соны резко жауып тастайды. А, мынаны білмеймін мен. Евро USD қалай екенін білмеймін, көреміз. Вот примерно осындай. Жалпы кеше біз сағат қаншада кірдік? Бестерде, төрттерде кірсек кеше қанша болды сағат? Бір болып қалды ма? Вот примерно бір 30 сағаттың ішінде қанша фьючерске кірдік? Және счетпен кеше күннен бастап общий 16 мың доллар жасаттым. 1000 долларлық счет яғни кешегі топтан кейін кіргеннің өзінде жаңа 65-ке дейін көтерілді ғой бізде, или одан асты ма? Осы 65, 66 екен ғой. Онда бізде 740 түсірді кешеден бері. Нормально. Сол, так. Алтын бойынша түсінікті. Енді GBP USD-де. Жақтан не көріп келейін? Мен бұны қарап жүрген жоқпын, біраз болды. Ну, если селда отырсаңыз жаба салың. Будто жаба салған дұрыс. Қандай безубытка ма, жеткілік па бірдеңе қылып жаба салу керек. Осы жаққа дейін бару мүмкін. Міне дәл көрініп тұр ғой. 4 сағат зонаны, міне 4 сағат зонаны күшпен қиып өтіп, ретесіне келіп кетіп барады. Міне, міне 4 сағат зона тұр. Қатты объеммен келіп кесті. Ретесіне келді. Ретес осы жерге дейін келу керек еді негізінде. Осы жерге дейін келу керек еді. Мына бір кішігірім манипуляция болды. Міне. Негізі осы жерге дейін келу керек. Кішігірім манипуляция болды и кетті. Бұл әлі біраз өседі ау. Әлі біраз өседі ау. Өйткені мына бәрін өше салып, қазір 15 минутқа қойған күннің өзінде әлі біраз барады мынау. Тоқанатты еш. Ойбай, мына жаққа дейін барып бір откат алмаса, өйткені ол жоқ танымай, бұл қойған дұрыс.
Ну, или стоппен жауып қоясыз, или шығып кете салғанда біраз барады. Евро 100 дейді. Бұл жерден қай жерде отыр? Лонгфорд. Мә, лонгфорд, мына қай күні құрылған? 13 май күні құрылған. Сделканың қашында. Ма, еще мына жерден қазір келіп, жүресің деп тұрған ғой, примерно, иә. Ол мына жерден келмегенде, мына жерден көтеріліп келіп, мына жерден кірген ғой, примерно. 892 дейді. Ма, мен мынандай анализ жасаған ба не? Қанша күн жүрген дейсің? 13 май осы жерден бастап кірсе, мына жерде тейк болса, 9 күн ғой. Так, бұл жерде не деп отыр? Лонгфорд, Евровизи, Евровизи. Бұл жерде не деп отыр? Не айтайын? Жетіп тұр ма? Бәрі көрініп тұр ма? Бұл жерде чистый лонгфорд тұр пока. Енді на длинную дистанцию. Өйткені недельный таймфреймда мынаны резистенс қой енді. Мынау міне резистенс қой. Сопротивлениені қиып өтіп, қазір поддержка қылып кетіп баратыр ғой. Біраз барады деп. Біраз барады деп. Ондай үлкен таймфреймдермен көп көріп алып. Бірден лонг шоты деп көруге болады. Washington'dan шорты деп көруге болады. Кішкентай. Қазір мынаны денесімен киіп жабылып алса, мына қазір денесімен, пятиминуткамен киіп жабылып алса, скажем, келіп, келіп, осылай жабылып алса, онда былай кіруге болады. Мынаның ретесіне, мынаның астына қойып, прокалдың астына қойып, анау жерге дейін былай кіріп көруге болады. Содан кейін уже мына жақтан шортқа. Оның шорты енді шорт болу үшін мына ликвидностьті алып, мынаны алып, мынаны алмай, төмен қарай қайту керек болады. Ол кезде сіз уже былай кіру керек. Былай. Былай.
Мынау евро доллар бойынша үлкен таң кілемі. Егер тиіп кетсе, онда жоғары қарай кетеді. Опять таки тиіп кетсе болған кезде ол мынаны алу керек қой. Мынаны алып барып, содан кейін барып бүйтіп қайтып келу керек осы жерге. Соның реті мен былай қарай беремін. Сол. Егер сіздер тағы да сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін. Болмаса, осы аптаны осылай аяқталды. Ой жаныма шот жоқ па жерде әлі? Жоқ, әлі шот жоқ па жерде? Мынандай қысқа шот болуы мүмкін, бір 50 пип, 100 пип істегешке. Бірақ андай бір оқу деп отыратындай шот жоқ па жерде? Спортқа қандай оймен кірдің, Әмірхан? Бұл апта мен үшін көп алған минут пайыз болады. Иә. Біз деген минусты ұстап отырдық та, аптаның соңында жақсы кеттік қой. Сіз үлгермей қалыппын да. Иә, үлгермедім. Именно осы неге сигналға үлгермей қалдым да. Бірақ мен де кешеден бері жазып отырмын, осы жерден кіреміз, осы жерден кіреміз деп күтуге болатын еді. Осы жерге дейін барсам мүмкін болады ғой. Осы жерге дейін барсам. Жолда болдым. Мына жерде біреулер паттерн дейді, треугольник дейді, бірдеңке дейді. Бірақ мен осылай брейкаут рететтен дәлелдеп отырмын ғой. Мына жерден брейкаут жасадым, ретестке келмеді, жасамадым. Мына жерден брейкаут жасады, ретестке келді, жасадым. Мен мына жерде жасадым ғой. Мына жерде бекіп алып, осы жерден қайтып кеттім, осы жерден бір екеуін көрдім. Содан кейін мынаны өткеннен кейін осы жерден бастап, мына имбаланстан бастап мен кіре бастадым. Именно мына жерден кірген кезде ойлағанмын, если имбаланс жауып төмен жабылса, онда шыға саламын деп. Ол жабылған жоқ. Имбаланс жапқан жоқ та. Бүйтіп алатын болса, онда мына жерде бізде имбаланс. Міне мынау. Оттың бойынан бүйтіп қайтып келген кезде осылай кіре бастадым, осылай. Вот, общемге дейін. И жіберген кезде оны жапқан жоқ. Міне, имбалансты толық жапқан жоқ, жартысынан қайтып отырды да. Все, и нормально оқи берді. Үшінші маңыздылай. Енді жаңа алтынға кіремін деп отырғандар пока кірмей ақ қойыңыздар, өйткені бітті ғой, қазір бір сағаттан кейін рынок жабылады. Мен ойлаймын, құлып болады сияқты, ертең не ағылса, шеше алмаймын. Болатын сияқты. Мен кім азиян болып. Иә, нью-йорк алды. Мен франкфурттың астын алып кеттім, көрдіңдер ме? Мына жерге. Франкфурттан астын алғанда кеткен. Лондонның үстін алып тұр қазір нью-йорк. Но ол астына бармайды ғой. Бармау керек. Как минимум бармау керек. Ол жоғары қарай кету керек негізі. Өйткені лонговый. Мен осылай келу керек та. Осылай өту керек та.
понедельник бастаймыз класс. Сен бүгін мынамен отырып, оған онша мән бермей қал. Кешке кіріп едім, Далипка деп қайта кіруді айтып отыр. Иә, иә, Далипка деп. Қайта кіру емес, ал ішіне қосып кіру ғой. Понедельник бұл қайта. Иә, айтамын, обязательно айтамын. Сол. Жалпы сондай мәселелер. Э, ендеше не етін қалып қойдым. Ну, енді записін көресің. Сейчас все, сұрақ жоқ вроде бы, да? Ертең барып демалайық. Трейдинг. Трейдинг понедельник бастаймыз продажаны. Ну, в смысле торговля. Мен мынаған қарап отырып, бүгін особо уақытым болған жоқ. Оның үстіне ана елдер регистрация, анау мынау верификация өте алмай жатыр да. Біреулер адрес справкасын да қоя алмай жатыр, анау мынау. Мен кемпірге тұрайық. Отырған бәріміз бар. Ешкімде дейді. Мен екі адам молодец, молодец. Сол, все. Жақсы жігіттер, қыздар. Онда келесі кездескенше элементарно штат. Ну, енді қайтемін. Бәрі сіздер жігіттердің. Қазір біраздан кейін сіздерге несін жіберемін. Записін жіберемін. Бәрі күн.